тауық етін осындай ерекше нәзік сливочный соуста дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Ең алдымен табамызға сұйық майды құйып, үстінен жұқалап туралған сарымсағымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Одан кейін сарымсақты осылай бөлек алып тастаймыз. Енді ірілеп турап алған тауықтың төс етін салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Төс еті болмаса да негізі кез келген бөлігі бола береді. Ұсақтап турап алған бір пиязды салып, оны да жақсылап араластырып қуырамыз. Және де жаңағы қызартып қуырып алған сарымсағымызды салып жібереміз. Енді тауығымызға дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка, өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті қоса берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып, үстінен 33% сливке құямыз. Негізі 20%-дан жоғары кез келген сливке бола береді. Және де жарты стакандай су құйып, баяу отта тауығымызды осылай қақпағын қиялатып жауып 20-25 минуттай қайнатамыз. Гарнирге мен осылай гречкамен